ханымдан интервью алайын деп жатырмыз результаты жайында. Жанар ханым 6-шы баласын туып алды да. Осы шайды ішіп жүр. Кереметі мен алдыңғы 5 баламды да Нұрсатта босанғам. Өйткені менде общий анализ крови вообще төмен, гемоглобин вообще төмен. И мен как будто бір ауру адамдар сияқты апта сайын шақыра беретін еді, апта сайын анализдер алдыра беретін еді. Бір кереметі мен осы шайды іше отырып, анализ тапсыруға барсам, гемоглобин 140 дейді. Мен айтамын, мүмкін емес 140 болуы, мен бұны біреумен шатастырып алғансыздар деп. Сонымен басқа клиникаға тапсырдым. Тоже уже қанша болып жүретін еді? Менде 90, гемоглобин 80, 60, даже не деген уколдар алатын едім. Укол жамбастан жамбас қалмайтын еді, укол салатын едім. Салдыртатын едім. Сөйтіп 140 болды. Бір ғана шайды ішіп жүрді? Бір ғана шай. Мен ешқандай бальзамды әлге шешкен жоқпын, бір ғана шай. Және де білесіздер, суббота воскресеньеде демалған жоқпын, көз алдарыңызда жүрдім, бір күнде демалған жоқпын. Обычно білесіздер, беременна әйелдер аяқ созып алып жатады. Мен бір күнде демалған жоқпын, бір сағат. Туғанша іштіңіз ба? Туғанша іштім. Даже осы жерде кетіп бара жатқан кезде Айнаш ханым, мен сізге айтқам, Айнаш ханым болыңыз, мен уже болды шыдай алмаймын деп, осы жерден роддомнан осы жерге кеткенмін. И роддомда кетіп бара жатып, жаңағыдай пири беріп, и барғанда жарты сағатта босанып қойғанмын. Оңай босанып алдыңыз? Оңай босандым. Туғаннан кейін іштіңіз ба, ішпедіңіз бе? Босанып кезінде обычно әйелдерге су беріп қояды. Мен чудо шайымды алып бардым. Босанғанда да чудо шай ішіп? Чудо шайды ішіп. И шай ішіп болғаннан кейін бәрі босанған әйелдер жатады ғой. Мен киініп алып тұрсам, бодрый болып тұрмын да. Сіз бүгін босандыңыз ба дейді. Жоқ, қазір босандым десе, мен әкететін платный палатадан келіп, өзімше ақшам қалтамда болғаннан кейін платный палатаға да жатып алдым. Керемет компания. Керемет. Кейін 40-на шейін ішпедіңіз, иә? 20 күн әрең шыдадым. Одан кейін білесіздер, баланың іші кеуіп кете береді. Укропный вода береді. Мен укропный вода емес, өзім чудо чай іштім. Бала да жақсы болды? Емізікпен барды, и ешқандай кеткен жоқ. И тағы менің балам ешқандай Аллаға шүкір ауырған жоқ. Прививкасына әлі барған жоқпын. Бүгін жаңағы педиатрымызға айттым, мен енді понедельник күні семинар өткізіп алайын, одан кейін прививкама барамын. Баланда дені сау, жақсы да? Мен незаметно неғаннан кейін ба, мен даже мен босанғаннан кейін педиатрлар да келген жоқ, енді естіп жатса өздері де білер осыны да. Рахмет сізге, Жанар ханым, керемет.